Болдық. Бізде мынандай функция берілген, fx көп мүшелік түрінде, және мынандай аралық берілген, -1-ден 2-ге дейін. Бізде осы функцияның берілген аралықтағы ең үлкен және ең кіші мәнін не істеу керек? Табу керек. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәнін табу үшін функцияның туындысын не істейміз? Пайдаланамыз. Енді бұл функция бүкіл сан өсінде үзіліссіз функция ғой. Үзіліссіз ба, үзіліссіз ба? Үзіліссіз көп мүшелік түрінде берілген функция үзіліссіз функция. -x-тен +x-ге дейін анықталған. Яғни -1 мен 2-ның арасында функцияның үзілу нүктесі жоқ. Бірден функцияның туындысын табамыз. 6x куб минус 6 дұрыс. Функцияның туындысын тапқаннан кейін барып 0-ге теңестіреміз. 6x куб дұрыс. Минус 6 тең 0. X куб тең 1-ге, x тең 1-ге болады, я? Енді сұрақ, бұл 1 -1 мен 2-ның арасында жатады ма? -1 мен 2-ның арасында жатады. Олай болса, біз функцияның мынау аралықтағы ең үлкен, ең кіші нүктесін, ең үлкен, ең кіші мәнін табу үшін біз -1, 2 және 1 нүктелеріндегі функцияның мәнін істейміз, іздейміз. Орнына қоямыз, функцияға орнына қоямыз. X тең -1 болған кезде f -1-де неге тең? Соны есептейміз. 3 бөлінген, жоқ, f стек емес, функцияның өзінің мәнін табамыз. Көйтілген -1-дің 4 дәрежесі ол 1 болады, я? Алынған 6 көйтілген -1 ол +6 +3. 9 қосылған 1,5 10,5 бола ма? Қайшыққан түсінікті ма бұл? Дұрыс па, бәрі қате жоқ қоя бір жерде. Арға, енді функцияның 2 нүктесіндегі мәнін табайық. X тең 2 болған кезде f2 неге тең? 3 бөлінген 2 көйтілген 2-ның 4 дәрежесі болады, функцияның мәні x-ның 4 дәрежесі ғой. -6x. 2-ның 4 дәрежесі қанша? 16. Минус қанша? 12 плюс 3. Мына жерде екеуі қысқарапта 8, 24, 24-тен 12-ні аламыз. 12, 15 болады. Арай, x тең 1 нүктесіндегі мәнін табамыз, жаңағы, кризис нүктедегі. f 1-де функцияның мәні неге тең болады? 3 бөлінген 2 минус 6 плюс 3. Мынау 4,5 алынған 6 минус 1,5 бола ма? Сен жерде осындай шықты ма? Осы табылған 3 мәннің ішінде ең үлкені функцияның осы берілген аралықтағы максимум болады, ең кішкентайы берілген аралықтағы функцияның минимум болады, я? Естерінде бар ма? 2-ші тоқсанда өткен едік қой. Бұны былай деп жазамыз. Жауабы максимум fx -1 мен 2-ның арасында неге тең? Ең үлкен қайсысы? 15. 2 нүктедегі мәні f2-де ол 15-ге тең. Минимумы -1 мен 2-ның арасында fx функциясының қай нүктеде? 1. f1 ол тең неге? -1,5. Жауабы осы болады. Жауабымен тексеріп көрдіңдер ма? 120. 15 және -1,5 жауап дұрыс.